Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Гүлфия. Бүгін пеште қамырдағы шұжық дайындаймыз. Қамырдағы шұжықтың қамыры өте жұмсақ және жақсы көтеріледі. Ішіндегі шұжығы толығымен піседі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Ыдысқа 150 грамм жылы сүт, 150 грамм жылы су құйып, оның үстіне бір кішкентай қасық дрожжи, аз қасық қаймақ, кішкентай қасық тұз салып, аздап араластырамыз. Содан кейін 2 ас қасық қант саламыз. 30 грамм сұйық май құйып, жақсылап араластырамыз. Қантты мөлшерін өздеріңіз қараңыздар, кішкене азырақ салсаңыздар да болады. Осы сұйық массаның үстіне електен өткізіп, ұнды шетінен салып, үлкен қасықпен араластырамыз. Рецепт бойынша 600-650 грамм ұн кетеді, бірақ өздеріңіз мөлшерлеп ұнды салыңыздар. Сіздерде көбірек немесе азырақ кетуі мүмкін. Қамыр қоюланғанша ұнды шетінен салып, қасықпен араластырамын. Енді қамыр елеймін. Қамыр өте жұмсақ болып шығады, аздап қолға жабысуы мүмкін, бірақ жұмсақ болу керек. Қатты қылдырып, елеп жібермеңіздер. Қамырды ыдысқа салып, 1-1,5 сағатқа көтерілуі үшін қойып қоямыз. Ыдыстың үстіне салафан жабыстырамын. Егер сіздерде арнайы крышкасы болса, жауып қойсаңыздар болады. Менде қамыр жылы жерде 1,5 сағат тұрды, жақсы көтерілді. Салафанды алып тастаймын. Енді қамырды елеймін. Бірақ қатты елеудің қажеті жоқ, аздап-аздап елеп. Қамырды аздап елеймін және 2-ге бөлемін. Қамыр үлкен болып шығады. 2-ге бөлемде 1 бөлігін алып қоямын. Екінші бөлігін тағы да ортасынан бөліп, бөлшектерге бөлемін кішкентай. Және осы қамырдың бөлшектерін елеймін. Видеода көрсетілгендей біркелкі қалдырып елейсіздер. Оның да қажеті болмайды, себебі қамыр өзі қолға қатты жабыспайды. Мен елеп қойған қамырдың бетіне орамал жауып қоямын. 10 минуттай тұрды, менде аздап тағы да көтерілді. Енді видеода көрсетілгендей осылай қамырды созып, шұжықтың үстіне қазір орайтын боламыз қамырды. Мен шұжық ұзын болғандықтан ортасынан бөлдім. Бірақ сіздер өздеріңіз қалаған шұжықты алыңыздар. Қамырды тағы да аздап созамын және осы шұжықтың үстіне созылған қамырды ораймын. Видеода көрсетілгендей осылай орап жасаймын. Осындай әдемі қамырдағы шұжық болып шығады. Осы кезегімен қамырды созып, шұжық жасаймыз. Негізі қамырды тағы да жайып жасаса да болады басқа жолдармен. Өз қалауларыңыз бойынша жасасаңыздар да болады. Бірақ осы жолы өте жұмсақ және жақсы көтеріліп шығады қамыр. Тағы да қамырды созамын. Және дайын кесілген шұжықтың үстіне видеода көрсетілгендей ораймын.
Жана созылган камырларыңыз катты жука болуп кетпесин. Кичкене калың кылдырып созсаңыздар, ол көтерилген кезде жана камыры жумсак болуп писеди. Сондуктан өтө жинишке болуп кетпесин. Мына соңку шұжықты жасап жатырмын. Алдыңғы видеоларда көрсеткендей, осы камырды созып, шұжықтың үстіне ораймын. Пергамент төселген формаға барлық шұжықты салдым. Және 15-20 минутқа жылы жерге қойып қоямын. Менде 15 минуттай тұрды, аздап көтерілді. Енді жұмыртқан сарысын осы шұжықтардың үстіне жағамын. Барлық шұжықтың үстіне жағып шығыңыздар. Барлығына жақтым және үстіне кунжут себемін. Бірақ өз қалауларыңыз бойынша сеппесеңіздер де болады. Мен ақ және қара кунжут себемін. Барлығына сеуіп 170 градуста 20 минут пісіремін. Бірақ өз духовкаларыңызға қараңыздар. Шұжық пісті, жақсы көтеріліп, өте әдемі және жұмсақ болып шықты. Қазір ортасынан бөліп көрсетемін. Ыстық болып тұр, дұрыс ұстай алмай тұрмын. Осы рецепт қолдансаңыздар, лайк басып, комментарий жазып каналыма тіркеліңіздер. Баршаңызға ас болсын.